Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Абдетайжан, заңгер. Бүгін сіздермен нарықта болып жатқан, нарықта жіберіліп жатқан 5 кәсіпкерлердің қатесі туралы айтатын боламыз. Ол қателер жібергеннен кейін көбісі бизнесін, ақшасын бәрін жоғалтып жатыр. Ең бірінші кәсіпкерлердің жіберіп жатқан қателіктері товардың знак брендке байланысты. Олар не істеп жатыр? Рынокқа жаңа идея, күшті проектпен келеді, популярность барлығын жасайды. Определенный точка ростаға келген кезде оларда непонятный конкурент пайда болады. Оларға претензия келеді. Не туралы? Сіз біздің авторлық құқығымызды, интеллектуалдық құқығымызды бұзып жатырсыз деген. Яғни, сіз компанияңызды ашқан кезде күшті ат придумать еттіңіз. Адамның бәрі сол атқа келеді, үйренеді, сол брендке привязка жасалады. И через время сіздің конкурентіңіз алады да, сол атты товардың знак ретінде регистрация жасап алады. Сіз на пике популярности болған кезде, олар сіздің атыңызды алып қояды, претензия жібереді, и олар, по сути, заң бойынша толықтай құқықтары бар. Они правы. Яғни, заң бойынша тауарлық белгіні, товардың знакты кім бірінші регистрация алады, сол бренд, компанияның проектінің атауы сол адамда қалады. Ондай болмас үшін не істеу керек? Сіз өз кәсібіңізді ашып жатырсыз, жаңа проектпен рынокқа кіріп жатырсыз, сіз сразу проекттің атын юристке жібересіз. Бізге жібересіз, біз оны толықтай тексереміз. Ондай атпен тіркелген кәсіп бар ма? Сіздің нишаларыңыз, сататын услуга, товарларыңыз бір-біріне ұқсайды ма, ұқсамайды ма? Тек қана бос болған жағдайда сразу регистрацияға беріп тастау керек. Көп опытный кәсіпкерлер идея келген кезде патентке жіберіп қояды.